Assalomu alaykum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздермен квадрат теңелмелер темасын бастаймыз. Яғни бұл өткен сабақтарда біз қосымша темаларды дискриминант, квадрат теңелме, толық емес, толық квадрат теңелмелерді өттік, би квадрат өттік, вет өттік. Енді солардың, яғни басқа материалда, яғни құрамалы материалда енді квадрат теңелмелер темасына есапларын көріп шығамыз. Енді бүгін бұл темаларда ондай қиналмауға әрекет етеміз. Бүгінгі есапларымызда біздің қолымызда неше есап? 58 есап бар, содан керек есаплар көріп шығамыз. Бірінші бастаймыз. Теңелме берілген шешің дейді. Бұл жерде бөлу берілген. Бұл не қыламыз? X квадрат минус 9-ды жай жасамала ма? X минус 3, X плюс 3. Бөлінген 3 плюс X. Минус X бар. Бөлінген, на бөлшек. На жай. X минус 4, X плюс 4. Бөлінген X минус 4 плюс 2. Тең, мынау X минус 1 бөлінген X плюс 1 емес пе? Яғни плюсті қысқарта беру, орнамасқан қызық емес. Қысқарта беремен. Сөйтіп не қалады? Бір қамай ма? X минус 3, минус 2 неше болады? X минус 5 болады. Минус 3, минус 2. Бөлінген, на 2 неше болады? X плюс 6. Тең X минус 1 бөлінген X плюс 1. Енді не қыламан? Пропорция қыламыз. Көйт жазам. X'ті көйт жағам бірінші екеуіне. X квадрат минус 5X. Бірді көйт. Минус X плюс 5. Көйт. X квадрат минус X плюс 6X минус 6. Жинастыр. X'лар қысарып кетеді. Минус 6X болады. Плюс 5X бермен қарай. Минус 5X. Минус 6 минус 5. Так, минус 11X тең минус 11. X тең 1 бола ма? Бұл шешім бола ма? Яғни біздер себеп бұны бөлшектің бөліміне апарып қойыңыз не болмау керек еді? 0 болу. Бұндай проблема жоқ қой берді. Дұрыс па? Жауап берді. Демек кейінгі есап, екінші есап. Төмендегілердің қайсы бірі шешімге ие емес деп сұрауы мүмкін. Ямаса екі шешімге ие деп сұрауы мүмкін. Яғни бұларда не арқылы пайдалансақ болады? Дискриминант ұсылы арқылы, яғни дискриминантпен шешімдерін тауып көреміз. X бір есептеліп. Қайсыдан шешім шықпайды? Демек сол жауап болады. Демек қайсысы шешімге ие емес деп жатыр да біздерде сұрау. Демек бұны саламыз. X бір тең 12 жүк болғанша яғни формула 6 плюс минус сразу 36-тан минус неше кетеді? 4-ке өйтпейміз бұда. 45. Бөлінген 5. Уже не болды? Бос көлік болды ма? Демек жауап өзінің өзі алып кетті болған. Бірінші. Мысалдан қара. X бір тең минус 1 плюс минус 1 плюс бұл кетпей ме наумен? 4 көбейту 12. Бөлінген төлінше жазайық. 2. Бұдан көрін шығады ғой. Бұны шығар. X бір тең 36 ярымы. 18. Конасына 324 квадрат. Минус 27 мен 12-ні көйтеміз. 12 27-ге өйтсек, 270, 300-ден өтіп кетпейді бәрі. Яғни? Қой? 324 бола ма? 324 болса не болады? 0 болады. Дұрыс па? Шығады ғой главный. Бұны шығарайық. X бір тең. Минус 1. Плюс минус корнасына 1 плюс 8 бұл кетпей ма? Бұлам шығады. Құласы түсініңіз ба? Кейінгісі давам етеміз. Төртінші. Егер бұл теңелме тең 0 болса, 3x минус 1 қандай мәністерді қабыл етеді деген мысалдардан істеп едік біздер. Яғни не қылатын едік? Тең 0 болған үшін әрқайсысын 0-ге теңейміз. 3x минус 1 тең 0, x тең 2, x тең 1 бөлу 3. Сразу істедік. Сол екеуін не қыламыз? Апарып қоямыз. 3 көбейту x онда 2-ні қоямыз. Минус 1, неше шығады? 5. Енді 3 көбейту 1 бөлу 3-ті қоямыз. Дұрыс па? Демек 5 ямаса 0 деген мәністерді қабыл етеді деген сөз да. Жауап. Кейінгісі. 9-шы есап. Шешуіміз керек теңелмен. X тауымыз керек. Не қыламыз? Квадратқа жаямыз. Дұрыс па? Сол квадратқа жаюдың мынадай варианттан бар. Екінші варианттан істеп көрейік та. Яғни мынау Себеран формасының мынадай. Жайланеді. Бірінші квадратларына бұстайман. X плюс 1 бірінші минусы. Кенен соның плюсы. Бұла ма? Тең. Мұнанам сондай қылама. X плюс 3 минусы. Кенен X плюс 3 плюс X плюс 5. Түсінік ма? Енді ашып бетейін сразу. X арсырып кетеді. 1 алынған 2 минус 1 май ма? Минус 1-ді деп қоямын да. 2x плюс 3 бола ма? X арқысақ беті неше болады? 8 болады. Яғни 3-тен 5 алсақ
Minus 2 болады. 2x болады. Плюс 8 емес пе? Скобканы ашып жіберемін. Минус 4. Ой, минус 2x минус 3 минус 4x минус 16. Ne kadar plus ödedi? Sırası 2x қылып жіберемін. Минус 2x плюс. Плюс ödedi? Минус 13 емес пе? X-тен минус 13 бөлінген. Түсіндік ма? Квадратқа жайып шығарсаңыз бұл жауап шығады. Просто екінші вариантпен үйретейін деп жатқан. Түсіндік ма? Давам етеміз. 10-шы есеп. Тегінеме неше шешімге ие дейді? Неше шешімі бар деген сөз? Бұдан x бір x есім тау деген сөз. Егер x бір x екі шықса, екі шешім болады. Егер бір екі шықса, бір шешім. Олма шықпаса, шешім жоқ. Олма береміз дұрыс. X квадрат плюс 6x тең минус 8. X квадрат плюс 6x плюс 8 тең 0. X бір екі тең. Ярым формула. Минус 3 плюс минус 9 минус 8 бола ма? Минус 3 плюс минус 1. X бір алып жіберсем минус 4, x2 қосып жіберсем минус 2. Неше? Екі шешім шықты. Түсіндік ма? Кейінгісі. Теңдемені. Так, шартын көріп жіберін, не алып қойды? Мына квадрат теңдемеге қарама-қарсы квадрат теңдеме түсіндіріп жатыр. Қарама-қарсы болу үшін не қылған еді? Өткен сабақта өтті. Яғни b-ның алды, x-ның алды коэффициент өзгереді. Тек знак өзгереді. Плюс болса минус, минус болса плюс. Демек бұған қарама-қарсы 3x квадрат минус x минус 4. Түсіндік ма? Қарама-қарсы плюс 2 болса минус 2, 3 болса минус 3 деп не? Оны қалтыра жолмен үйреттік қой. X-ның алды коэффициентті плюс минус қылып жібереміз болған дедік. Түсіндік ма? Кейінгісі 13-ші есеп. А плюс b 3-ге тең, а b минус 1-ге тең болса мынаны тауың дейді. Ал мына тұрды ғой, мынаны тау дейді біздер. Мынада не қыламыз? А квадрат пен b квадрат скобтың сыртына шығарып жібереміз. Екеуінде де а бар, бірақ кішкентай а квадрат. Екеуінде де b бар, кішкентай b квадрат шығардым. А квадрат кетті, b-ның неше қалады? b квадрат плюс а квадрат қалады. Түсінікті ма? Енді мынаны бекзат түсіну үшін мынаны деп жазатын едік. А b-ның сыртылай квадрат. Сөйтіп, мына не қылатын едік? А плюс b-ның сыртылай а b минус 2 а. Түсінікті ғой? А b неге тең? Минус 1. Квадраты 1. Жазып қояқ түсінбей қалмаушы. А плюс b 3-ге тең, 3-тің квадраты минус 1-ге тең плюс 2. Сонымен 11 болады. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Мынерде x плюс 1-ден беріміз керек қой. Зиян жоқ енді. Главный түсініңіз қой. Главный бұнда мейірбек базар жоқ. Адамның ашекпісін тауы деген аңсатсат емес ал негізі. Соны білің. Соның үшін есап шығарған кезде қате шығама, сен қатеңді іздеп отырма. Оны не қыласаң, қайттан шығар. Сен ашектіңді тауатын дәрежеде емессіз да өзіңіздің сразу не. Түсінесіз ба? Соның үшін оны қайттан шығарың. Және шықпай ма, қайттан шығарың. Ашектіңіз іздеп отыра бермеңді, тауға әрекет етіне. Уақытта ұтыласыз. Түсіндіре алма? Олан бір жақсы методтарының бірі. Оны адайлар айтып кеткен. Мен айтып жатқан жоқ па. Демек давам етеміз. Кейінгі есабымыз 15-ші есап. X плюс 2 квадрат теңдеме шешімдері болса, мынаны тауым дейді. Бұны тау үшін бізде не қыламыз? Мынадан x бір x2-ні таусаған болады, ямаса ветпен пайдалансаған болады. Қайсысы ұсыным емес? Вет па? Ветпен пайдаланайық онда. x1 плюс x2 неге тең? 5-ге тең. x1 көбейту x2 тұра берсін. Оны мәлім береміз. Бұған x2 плюс 3-тен, бұған тең. Бұл мөбін екеуін көймес емес пе? x1 плюс 3, x2 плюс 3. Көйт жаз, x2 плюс 3, x1 плюс 3 емес пе? Тең енді қараң. Берді x1 плюс x2-ның орнына сразу қойып кетейін да. 5-ті қой жіберейін. 5 плюс 3-ке 3-ті қоссам, енді бөлімінде қоя алмай қаласыз да. Оны қоюдың ұсылы, бірме-бір не қыламыз? Көйт жағамыз. x1 көйті x2 плюс 3x1 плюс 3x2 плюс 9. Тең. Қоссам 11 бөлінген. x1 x2 1 малдыз. На екеуінен неше шығарам? 3 шығар жіберейін. x1 плюс x2 май ма? Соны x1 плюс x2 5 3-ке өтсем, сразу түсініңіз ба? 9. 11 бөлінген. Бұл жоп. Түсінік ма? Кейінгісі. Егер 19-ші есаптың квадрат теңдеме берілген болса, шешімдері x1 бөлі x1 һәм 1 бөлі x2 болып түзілген квадрат теңдеме түзін дейді сіздерге. Мынау таныс па, мынау не? Мынау не? Яқ, бұл жерде һәм деген сөз.
Yani қосып алу жоқ bu yerде. Мынау сол минус бірінші дәрежесі. Бұл не? Мынаның шешімдері x1, x2 емес пе? Сол мынаған не болып тұрды? Кері болып тұрды. Кері квадрат теңдеме қалай түзілетін еді? С мен a-ны орнына алмастырамыз, қоямыз. Sx квадрат vx плюс a тең 0. Түсіндіңіз ба? Яғни мынаған кері квадрат теңдеме түздік не? Түсіндіңіз ба? Просто сіздерге кері деп берген жоқ та, мына деп берді. Сіз мынаны танымай қалдыңыз уже. Төңкеріліп жатқан. Түсіндіңіз ба? Давам етеміз. 20-ші есеп. Егер мынадай есеп берілген болса, шешімдер көймесін тауын. Әмме біліп отырып берді, квадратпен көрін не қылады? Қысқарып кетеді да. О, әмме біліп. Сөйтіп x1 x2-ні тауын. Содан сразу x1 минус 2, x2 1 шығады да, дисконант қылса. Сіздерді шешімдер көймесі неше дейсіздер? Минус 2 деп айтып берсеңіз не болады? Қате болады. Себебі мынау көрен құр тұрған жоқ. Сені әмме біледі ол қысқарып кетеді. Бірақ көреннің ішінде не болмау керек? Теріс сан болуға, соңшы мына теріс шешім не қылмайды? Қанаттандырмайды да. Неге десеңіз, минусты қапарып қойсаң, көрін минус 2 деген зат болмайды ғой дейсіз, соның үшін 1 болады. Шешімдер көймесі десе неше болады? Түсіндіңіз ба? Сұрау. Так, кеңсі. 21-ші есеп. Мына квадрат теңдеме берілген болса, mn соның шешімдері. Енді x1, x2 емес, mn. Ең үлкен шешімі m-ға тең. Ең кішкентай шешімдер саны болса, общий n-ға тең болса, сіздерден m көбейту n-ді сұрап жатыр. Так, біздерде mn шешімдері деп, оқып жіберіңізші, қате жазып қойыппын, по-моему, 21-де. mn деген берде жоқ шешімдері ұзырын, қателесіп кеттім. Себебі ол зат келіспей қалады. Берде назат жоқ. Ең үлкен шешім m дейді да. Яғни бұл жерде қараң, дискриминант ұсынынан пайдаланамыз. Яғни дискриминантта не 2x болып тұрды, соны x мынадай қыламын. X квадрат минус x сыртқа шығарамын да. Бола ма? Сонда кім қалады? 3 плюс 2 көрін 2 қалмай ма? Көйт шықсам бәрі созады қой. 2 минустан минус сыртқа шығарып жібердім. Кейін плюс 6 көрін 2 емес пе? Тең 0. Енді бұны дұрыс айтып отыр Ануар. Яғни бұны кім деп қараймын? Бұл дискриминантқа салғанда сәл машақаттылау қараң. x1 2 тең. Мына минус болса, плюс болмай ма? Яғни 3 плюс 2 көрін 2 түседі. Кейін плюс минус емес пе? Тақ формуламен кете береді. Көрін астына мына квадрат көтересіз. Квадраты 9 плюс 2 көйт 2 көйт. 6, 6-ны 2 көйтсең 12 көрін 2. Кейін плюс квадраты 8 болады. 4 болады, 2 болады, 8 болады да көйбес. Кейін минус не бар формулада? 4 бар. Көбейту 6 көрін 2. Бірді жазбадым. Бола ма? Бөлінген 2. Демек x1 2 тең 3 плюс 2 көрінасында 2 плюс минус көрінасында мына есапла 17 минус 24 болады. 24 алсам 12 көрін 2 емес пе? Со зат обратный өзіне қайтып келеді. Қараң. 3 плюс 2 көрін 2 болса плюс минус мынау мынаның 3 минус 2 көрін 2-ның несіне келеді? Сырттай квадратына келеді. Квадраттарын қос 9 17 8-ге 9 қоссақ. Дұрыс па? Міне. 2 көйт 2 көйт міне. Түсіндіңіз ба? Ауа, майдалаумен. Сөйтіп көрін шығарып жібердім, бола ма? Бөлінген неше? 2. Так. Неге жазайын? Содан x1 деп минус есептеймін. Так. 3 плюс 2 көрін 2. Минус ашып жібер. Минус 3 плюс 2 көрін 2 май ма? Бөлінген 2. 3-тер қысарып кетеді, 4 көрін 2 болады. Оны неше шығады? 2 көрін 2 емес пе? Енді x2 де плюс есепла. 3 плюс 2 көрін 2 плюс 3 минус 2 көрін 2. Бөлінген 2. 2 көрін 2-лер қысарып кетеді, 3 шығады. Неше шешім бар? 2 шешім болса, шешімдер саны n болса, онда n нешеге тең? 2-ге тең. Ең үлкені қайсы? 2 көрін 2 ма, 3 па? 3 емес пе үлкені? Онда үлкен шешімі кім болады? m. Ол неше? 3. Сол 2 не қылады біздерге? Көбейтеміз. Сонда m неше болады? Жауап 6 болады. Түсінікті ма? Сәл құрамалылау. Давам етеміз. 22-ші есеп. Егер шешімдері 3 плюс көрін 5, 3 минус көрін 5 болған квадрат теңдеме түзіп аласыз, соның барлық коэффициенттері қосылысын сұрайды. Яғни квадрат теңдеме түзудің формуласы x минус x1, x минус x2 емес пе? x1-лер бар міне? x минус 3 плюс көрін 5, x минус 3 мынадай да енді. Бұны көбейтудің ұсына қараң, ашып бер скобканы. x минус 3 минус көрін 5
x minus 3 plus ko'rinmasi emasmi? Ya'ni bu yerda ko'paytiruvning usuli men x minus 3 ni 1 san deb o'ylayman. Треугольникda minus треугольник plus треугольник. Formula ne bo'ladi? X minus 3 ning kvadrati minus ko'rinmasi ning kvadrati emasmi ko'paytsa. Sonra jay ber. X kvadrat 6x plus 9 minus 5 mayma? X kvadrat 6x plus 4. 30. Lan yattanım suyda o'ylasangiz bo'lar edi. Süt koeffitsiyentlar qo'shilsin. Koeffitsiyentlari 1 minus 6 plus 4. Ne bo'ladi? Minus 1 bo'ladi. Tushunlikmi? Keyingisi. Agar a ham b mana kvadrat tenglik sheshimlari bo'lsa, manani toping deydi. Vet, endi x1 plus x2 emas, ne bo'ladi? A plus b bo'ladi. Necha? 8. Al a qo'yib v 7. Bo'ldi, tayyor. Nomini beramiz. V kvadrat a kvadrat. V kvadrat plus a kvadrat bo'lingan a kvadrat b kvadrat. Sut buni yig'larni edik. A plus b ning sirtlay kvadrati minus 2 hisob. A kvadrat b kvadrat. Teng a plus b 8 ning kvadrat 64 minus 2 ni ko'payt 14 a kvadrat b kvadrat. Aha, 49. Alsam 50 bo'lingan 49 deb qo'ygan bo'ludan mumkin. Bir butundan aytib berdim. Tushundingmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi hisobimiz 27-hisob ekspressiyalar berilgan bo'lsa, kvadrat tenglik sheshimlari mana buna qarang. X1 bo'lingan nadan bizning kvadrat tenglik tuzing deydi. Sheshimlari manaday bo'lganda, sheshimlari naday bo'lgan. Ya'ni biz x1 x2 ni bu yerda majburlab topamiz. Ava, bunada x1 x2 ni topamiz, qarang. Discard qiling. x1 2 teng 5 plus minus 25 minus 4 24 tejisi bo'ladimi? Bo'lingan 6. x1 2 teng 3 2 ko'chirildi. 5 plus minus 1 bo'lib 6. x1 teng al bek ko'rsam 4 bo'lingan 6 2 bo'lib 3 qo'shsam 1. Chiqdi-ku. So'z sheshimlarni nega aparaman? x1 nega teng? 2 bo'lib 3 bo'lingan 3 ko'paytib x2 1 minus 2 bo'lib 3. Bunaqan qo'y. x2 1 bo'lingan x 3 ko'paytib x1 2 bo'lib 3 minus 1. Tak, buni hisoblaymiz. 2 bo'lingan 3. Mana 3 dan 1 olma bo'lim. 9 olingan 2. Da 3 üstüne 7 mayma? 2 bo'lingan 7. Bir sheshim. Al buni 1 bo'lingan 1 o'qib qolmaymi? 10 ne bo'ladi? 1. Ikkinchi sheshim. Manadan mana chiqdi, manadan mana chiqdi-ku. Soning kvadrat termasini tuzish kerak-da endi. Sheshimlar mana bo'lsin deb atardi. Ya'ni buning bari x1 bo'lib turibdi-da bizda. Buning bari ya'ni uni x minus x1, x minus x2 ga qo'yim kerak. Tushundingizmi? Birinchisidan necha chiqdi? X minus 2 bo'lingan. Ikkinchisida bo'ldi. Mana 7 ni mana qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni 7x minus 2. Ko'rdingizmi? Aslida tasqirlaydi. Sonday xaltura yeri bor. Keyin x minus 1. Sitna qo'yib chiqamiz. 7x kvadrat minus 7x minus 2x minus 9x minus 2 minus 1 plus 2. Javob bormi? Tushundingizmi? Keyingisi 32-chi hisobda ne qilaydi? Bir qarab olaylik. x1 bunaday, x2 bunaday bo'lgan. Kvadrat tenglikni tuzing. Hop, tuzamiz. Formula yozasiz-ku. Kvadrat tenglik x minus x1 x minus demak x minus x1 ning a bo'lingan a minus 1 x minus ne yo'q ketadi? Plus a minus b. Endi mana ne qilish kerak? 20 ga tek qo'yib chiqish kerak bo'lgan. X kvadrat yana formula olib turya. Yo'q, formula emas-ku. X kvadrat nima qo'yamiz? Plus x ko'paytu b bo'lingan a minus b emasmi? Durustmi? Keyin nima qo'yamiz? Minus x ko'paytu a bo'lingan a minus b emasmi? Endi nominal qo'yganingizda minus a men b. A b a minus b a minus b a minus b ning tek bu yerda istaydigan maxinatsiya mana yerda ikkovida ne bor? So x chiqarib berasiz. B bo'lingan a minus b minus a bo'lingan a minus b emasmi? So yerda teng qarang. X kvadrat minus plus x turibdi. Ne ikkovi ne bo'ladi? Bu nega yozildi? B minus a bo'ladi. Bo'lingan a minus b. Aldida x bor. Sarf ketadi, u minus x maymi? Sizda minus a b bo'lingan a minus b ning sirtlay kvadrat. Javob bormi?
Tushundingizmi? Sal quramali yer tek nerede x ko'yib chiqqan кезде x skobkadan chiqarib hisoblab olib kerak-da. So'zni javobga kelasiz. Davom etamiz. Keyingi hisob 47-hisob o'rtada hisoblar o'xshash. Agar tenglama shishimlar x plyus 2 bo'lsa, nima kvadrat tenglama berilgan bo'lsa, bundan tong deydi. Bizlar bu yerda bitta vet bilamiz, vet deb qo'yaq. x1 plus x2 minus 5 sağ bo'l. x1 qo'yib x2 minus 7 ma'lum. Turib tursin. Endi bu yerda mana ikkovida ne bor? x1'ning kvadrati bor. Sonda x1 qolmaymi? Plus x2 qolama? Tak, plus 5x1'ning kvadrati bo'lib tura bersin. Keyin buni men nadan ikkovini 4 chiqarsak, x1 plus x2 qolmaymi? x1 plus x2 nega teng? Sonda minus 5x1'ning kvadrati bo'ladimi? 5x1'ning kvadrati bo'ladimi? 4 ko'p x1 x2 nega teng? Minus 5. Naqsa ketimi? Sumish chiqib. Shulardan ekan. Tushundingizmi? Tek skop chiqargan yerdan isbirish kerak-da. Davom etamiz. 21-chi hisob. Buna kvadrat tenglama berilgan bo'lsa, bunaning shishimlarini tong. Ya'ni bu nima deb tushundingda, qara. A degan bu 5x kvadrat degan tushun. Minus 7 ko'paytu x ko'paytu v da bu yerda. 7 ni oldin chiqarasiz. Keyin 6v kvadrat bo'lib tura beradi. Ya'ni diskrant qilsangizda x emas, a bo'lgan uchun a birinchi, ikkinchi bo'ladi-da. Ya'ni то есть nominal o'rnamashtirib yozing, b a deb yozing-da. Sonda 7 b plus minus sonning kvadrati 49 b minus 4 ko'paytu 5 ko'paytu minus bo'lgan plus 6v kvadrat bo'lib yuraveradi, qo'rqmanglar. Bo'lingan 5 ko'paytu 2. a1 2 teng 7v plus minus 49 169 bo'ladi. 169 dan 13v chiqadi. Молодец. Bo'lingan 10. A1 deb alib 2 bo'lsam 6 bo'ladi. 7 dan 13 olsam 6 bo'ladi. Tursa 6 minus 6 ni qisqart 3v bo'lingan 5. Qo'sh 20 bo'ladi. 2 bo'ladi. Bu ne javob? Ya'ni minus 3v bo'lingan 5 bilan 2v degan javob chiqadi. Tushundingizmi? Javob konkret san orqali emas, v orqali chiqibdi. Просто sol qo'rqitadi. Keyingisi 22-chi hisob so'ng o'xshash hisob mana. Ya'ni bunaning ekspressiyasini to'g'ri kerak. Shab chiqarib bunday hisob. Ya'ni x ni oldida koeffitsient buni v da x1 2 teng ne bo'ladi? Buna 2 ko'rinish plus 3 ko'rinish bo'lib tusaveradi. Buna minus plus ketdi. Plus minus sonning nesi? Kvadrat. Kvadratga ko'tar. 4 12 молодец. 2 qo'ydi. 6 6 ni 2 qo'ydi. 12 ko'rinasida 6 maymi? Plus kvadrat 9 18 sağ bo'l. Minus 4 ko'paytu necha? 2 keyin s degan nomizmi? Ko'rinasida 6 plus 2. Javobimiz. Bo'lingan necha? 4. x1 2 teng 2 ni 2 qo'ydimda. 2 ko'rin 3 plus minus, то есть plus minus plus 3 ko'rin 2 plus minus ko'rinasini hisoblayapti. 20 30 na qo'yib chiqaver ekan o'zira. Nega hisob 12 plus 12 ko'rin 6 plus 18 qo'shib ketib ekan. Minus 8 qo'ysang 8 ko'rin 6 8 qo'ysang 16. Так, жинастырсақ 2 нөмір 14 болады. 14 plus 4 ko'rin 6 емес пе? Енді сөйтіп соображать етуіміз керек. 2 ko'rin 3 plus 3 ko'rin 2 plus minus buna nening kvadratına keladi? 2 bo'liga 22. 2 ko'rin 6. O maydalar. 2 ko'rin 3 bilan ko'rin 2. Chiqami bundan? 4 12 14 chiqatgan ya. Ya'ni 2 ko'rin 3 plus ko'rin 2. Sira chiqarib tashadi. Bo'lingan aslida necha bo'ladi? 4. x1 deb al jibrik. Al desak 2 ko'rin 3 qolmaymi? 3 ko'rin 2 ko'rin 2 qo'shsang 4 ko'rin 2. 4 ko'rin 2 bo'lingan 4 ning ko'rin 2. x2 deb qo'sh jibrik. Qo'shgan кезде 4 qo'shgan кезде 4 ko'rin 3 plus 4 ko'rin 2 bo'lingan 4. 4 ga bo'lsang ko'rin 3 plus ko'rin 2 emasmi? Endi bizda so'rayapti eng kichkina shishimi. Qaysi kichkina? Ko'rin 2 mi? 3 plus ko'rin 3 plus ko'rin 2 mi? Ko'rin 2 kichkina emasmi? Ulug'bek. Endi buni 2 ko'rin 3 plus ko'rin 2. Bu ko'rin 2. Kichkina shishimni so'rayapti bizda.
Tushundingmi? Demak, davom etamiz. Qaraymiz, bu yerda nima qilamiz? Qara. Bu yerda buni sirtlarga x + x2lar berilmaydi, bu yerda is kasbaydi. Ya'ni buni nima qilamiz? Siz aytayotganingiz osonsi turibsiz. Buni nima qilamiz? X + 2 bo'lingan x ning sirtlay kvadrati minus y go'ymesini olib tashlaymiz. Turibsizmi? Sutma x dan ber. X kvadrat plus 2 bo'lingan x ning sirtlay kvadrat emasmi? Qisqartib minus 4 bo'ladimi? Endi qarang, yerda nima mashinasi taslaymiz? X kvadrat plus 2. Nada x kvadrat plus 2 to. Ishi bo'ladi. Yo'q, b6 bo'lmaymi? Demak, x kvadrat plus 2 o'rniga ne qo'yaman? b6 ni qo'yib ketaman yerga. Bo'lingan x kvadrati minus 4. X lar qisqarib ketadi. 25 dan tushundingmi? Tushundingmi? Demak, tushunlikli bo'lsa temamiz o'sha yerda juma qilinadi. Keyingi soatlarda ko'rishguncha.